Сәлем достар, бүгін сенсорлы бокстармен қалай ойнайтынымыз туралы айтамын. 8-9 айдан бастап балаларға сенсорлы бокстарды көп беру керек. Қалай түрлендіріп ойнатуға болады, соның барлығын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Достар, кішкентай сәбилерге осындай сенсорлы бокстарды берген кезде оның барлығының құрамы дұрыс, табиғи тағамдардан жасалған, жеп қойса да ештеңе етпейтін, тамағында тұрып қалмайтын нәрселер болу керек. Негізінен неғұрлым кішкентай болса, соғұрлым ірі нәрселер болу керек, тамағынан өтпейтін, жұтып қойса да. Ол обязательно аузына жеп қарайды, дәмін көреді деген сияқты. Жеп қойса да тамағына тұрып қалмайтын ұсақ-ұсақ сондай мелкий песоктарды беруге болады. Бірақ оның барлығы дүкеннен сатып алған түрлі химикаттар қосылған нәрселер емес, үйден жасап берсеңіздер болады. Өткен жолы мен инстаграмда ұннан жасалатын осындай кинетический песокты көрсеткен болатынмын. Онымен де қазір қалай ойнауға болатынын көрсетемін. Және де мынау менде қазір кәдімгі кукурузная каша. Ұсақталған кукурузная каша. Және де өздеріңіз түрлі овсяные хлопья, сондай нәрселердің барлығын кәдімгі кофемолка сияқты нәрселерден өткізіп балаға берсеңіздер болады. Оның ешқандай қоспасы жоқ, зияны жоқ, жеп қойса да тамағында тұрып қалмайды. Маңызды ақпаратты айтқым келеді. Неғұрлым балаға тактильный осындай ойындарды көп берсеңіз, сенсорлы бокстарды көп берсеңіз, жаздың кезінде далада шөпке, құмға, суға бәріне күшті ойнатқан болсаңыз, баланың сенсорлы тактильді осы поисктары барлығы қандырылатын болса, бала уже 1 жасқа келген кезде аузына көп сала бермейді. Бірінші рет көрген нәрсесін олар әрине дәмін көріп, консистенциясын тексеріп, сондай сияқты жасап көргісі келеді, бірақ оның барлығы просто алғашында. Одан кейін бала мынаны жемей қою керек екен, желінбейтін нәрсе екен, түсінгеннен кейін ол ондай аузына салып ойнай бермейді, спокойно ойнай алады, иә. Балаға көбірек берсеңіздер, бала аузына салмайтын болады. Тек безопасный нәрселер болу керек. Үйді шашады, төгеді, бүлдіреді деп қорықпаңыздар. Үлкен қажет емес бір простыняны балаға шығарып қойыңыздар. Үнемі осындай ойыншықты ойнататын кезде астына жай жібересте, жинап алып бір жерге қағып аласыз. Сонымен осындай сенсорлы бокстармен не ойнауға болады? Кеттік көрсетейін. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде осындай қант, шай салып қоятын ыдыс бар шығар, оның қасында міндетті түрде осындай қасығы жүреді. Осы қасық өте керемет балаларды ойнатқан кезде. Обычный қасықтан бала төгіп алады, шашып алады, ол слишком кішкентай. Ал мынау көріп тұрсаңыздар, іші терең, ішіне салынған зат оңайлықпен төгіле қоймайды, баланың ұстауына да оңай. Бірінші, осындай қасықты беріп қойсаңыздар, бала оған салады, төгеді, өзіңіз жасап көрсетіңіз, бала қасында сізбен бірге істейтін болады. 2 қасықты да беріп қойсаңыздар болады. Беймануальный навыки, 2 қолмен жұмыс жасауды үйренеді. Екінші, осындай стакандармен ойнаса болады. Стаканның ішіне салу басқаша, ол қасық сияқты емес. Сондықтан бұл жерде уже баланың кисті жұмыс жасайды, жақсылап тұрып. Сондықтан бала осыны үйренеді. Бірінің ішіне бірін салып көрсетсеңіз болады. Бала дәл қазір соны жасай алмаса да, бірақ сөйтуге болатынын түсінеді, үйренеді. Үшінші, түрлі кішкентай ұсақ ойыншықтарды ішіне салып, ойнатып жүргізсеңіздер болады. Машина болса, ұл бала болса, машинамен жүргізу. Әртүрлі ұсақ ойыншықтарды салып қою арқылы осылай қызықтырып ойнатсаңыздар болады. Төртінші, әртүрлі тактильді, айырмашылықтары бар заттарды ішіне салып қойсаңыздар болады. Осындай помпончиктер болмаса, кәдімгі мақтаны домалақтап шариктер жасап берсеңіздер болады. Соның арасынан бала айырмашылығын сезіп отырады. Мынау жұмсақ, мынау қатты. Доптарды алып мынаның ішіне жина деген сияқты тапсырма беріп жасатсаңыздар болады. Мынаның арасынан айырмашылығын сезініп тағы да ойнайды. Оның қасына да әртүрлі бізде мынандай игольчатый конструктор, сондайдың түрінде салып тастасаңыздар болады. Мысалға мынандай резинкілер. Ондайларды салып қойсаңыздар болады. Тактильді жүйесі арқылы бала оның айырмашылықтарын сезіну арқылы сондай керемет сенсорный насыщение алады. Кейін келесі бізде ұннан жасалған кинетический песок. Онымен де ойнаған өте күшті, үлкен адамдарға да, міне бұл үйдегі үлкен балаларымда менің керемет ойнады, өзіме де ұнайды. Өте нерв жүйесін тыныштандыруға, сондайға өте күшті көмектеседі. Пішінін сақтайды. Осындай әртүрлі пішіндерді, осындай фигуркаларға салып, әртүрлі пішіндер жасасаңыздар болады. Стаканға салып, балаға өте қызық, мынаның бәрін салып, мінекей. Осылай жасап, әртүрлі ойындарды ойнатсаңыздар болады.
Одан кейін ішіне тағы да осындай кішкентай ұсақ ойыншықтарды салып қойып, жоқ, қайда? Ой, мына жерде бегемот тығылып қалды, қайда іздейміз? Мына жерде кішкентай аю тығылып қалды, мына жерде кішкентай тышқан. Домик. Үй жасаймыз тышқанға. Жоқ, тышқан қайда? Тышқанды іздейік. Ой, міне. Бір шетін шығарып қойсаңыз, бала соны қазбалап тауып алады. Сол сияқты әртүрлі жаңағыдай сенсорлы басқа материалдарды да ішіне салып қойып, оны іздеп, оны алып салып, сондай да ойындарды ойнатсаңыздар болады. Негізі мен сіздерге мынандай кішкентай ыдыстарға салып көрсетіп отырмын. Үлкен, кең, баланың емін-еркін ойнайтын ыдысы болған жақсы. Және ол биік болмау керек, ішіне түсіп отыратындай. Мынау да мысалға кішкене биіктеу, аласалау болса болады. Тіпті 5 бармақ жейтін сондай бір табақ болады ғой, жіңішке. Жаңа биіктігі аласа. Сондайға ойнатсаңыздар өте жақсы болады. Әзірге осы, келесі жолы тағы да керемет идеялармен бөлісетін боламын. Кішкентай бөпелері бар, кішкентай балалары бар достарыңызға, құрбыларыңызға видеоны жіберіп, менің видеомды қолдап жіберіңіздер, лайк, комментарий жазып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.